Құрметті президенттік жастар кадр резервіне үміткер. Тіркелу және құжаттарды тапсыру кезеңіне қош келдіңіз. Онлайн платформада тіркелу үшін сізге 2023 жылғы 1-30 қыркүйек аралығында өзіңіздің жеке сәйкестендіру нөміріңізді, аты жөніңізді, туған күніңізбен тағы да басқа сенімді жеке деректеріңізді енгізіп, сондай-ақ барлық қажетті өрістерді, тұрғылықты жері, білімі, салалық бағытты таңдау және тағы да басқаларды толтыра отырып, жеке кабинет құру қажет. Сіз тіркеле отырып, өзіңізге іріктеуге қатысушыларға қойылатын белгіленген талаптарды сақтау, ұсынған мәліметтеріңіз бен құжаттарыңыздың дұрыстығын қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерді қабылдайсыз. Барлық қажетті файлдар жүктелуі тиіс. Тіркелу формасы мен жеке профильді өзіңіз белгіленген мерзімде жеке толтыруыңыз керек. Президенттік жастар кадр резервіне іріктеудің барлық кезеңінде толтырылған деректер тексеріледі. Қойылған талаптар бұзылған жағдайда сіздің қатысуыңыз іріктеудің кез келген кезеңінде тоқтатылып, нәтижелер жойылады. Өтініміңіз қойылатын біліктілік талаптарына сай келген жағдайда сіз президенттік жастар кадр резервіне іріктеудің кезеңдеріне жіберілесіз. Сіз тестілеу, мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалау атты бірінші кезеңге жазылу үшін де уақыт қалдыруыңыз керек. Бұл кезеңге жазылу рәсімі өтініміңіздің қабылданғанын растайтын хабарламаны алған сәттен бастап 2023 жылғы 30 қыркүйек сағат 23:59-ға дейін ашық болады. Сізге ұсынылған нұсқалардың ішінен тестілеуден өту күні мен уақытын таңдау керек болады. Тіркеу бірінші кезекте толтыру қағидаты бойынша жүзеге асырылады. Тіркелу кезеңінде сізге мынадай 6 бағыттың бірін таңдау керек. Әлеуметтік саясат, азаматтық қоғам, агроөнеркәсіптік кешен және қоршаған ортаны қорғау, цифрландыру, инфрақұрылымды, өнеркәсіпті дамыту және сауда саясаты, экономикалық және қаржылық саясат, сыртқы саясат және инвестициялар. Сізге сәттілік тілейміз.